Сәлеметсіздер ме? Мен Темірбек Жүргенов атындағы нөмірі 23 мектеп лицейінің информатика пәнінің мұғалімі Қасымбекова Алтынай Батырханқызы. Мен бүгін сіздерге біздің айналамыздағы алгоритмдер деген тарау бойынша алгоритм ұғымы, лабириттер және виртуалды лабириттерден шығу деген тақырыптарда тізбектелген сабағымды ұсынып отырмын. Бүгінгі сабағымның жалпы мақсаты алгоритм ұғымын тұжырымдау, орындаушыларға және олардың командалар жүйесіне мысал келтіру және алгоритмді сөз түрінде ұсыну. Бүгінгі сабақта сіздер топтық жұмыстың бағалауын, жұптық жұмысты және жеке жұмысты, яғни компьютердегі практикалық жұмысты көре алатын боласыздар. Оқушылар, экраннан не байқап тұрмыз? Барлығымыз экранға қарайықшы. Экранда екі түрлі мәтін берілген, иә? Бұл мәтіндердің несіне айырмашылығын анықтайықшы. Қай жерден айырмашылық байқап тұрмыз? Екінші мәтінде не болып тұр? Бір-бірінің орындары ауысып кеткен, яғни ретсіз орналасып тұр. Енді оны ретмен орналастыру үшін біз не істейміз? Бірінші, бұл жерде балалар бізге ағаш отырғызудың алгоритмі берілген. Ағаш отырғызу үшін біз сендер бірінші шұңқырдың айналасын көміп аласыңдар ма, жоқ әлде жерге шұңқырды қазамыз ба? Әрине, бірінші жерге шұңқырды қазамыз, екінші шұңқырға көшетті отырғызамыз, келесі шұңқырдың айналасын көміп, соңынан суарамыз. Яғни бұл жерде ағашты отырғызудың несі сақталып тұр, балалар? Алгоритмі сақталып тұр. Яғни бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы да осындай алгоритм ұғымы болып табылады. Енді алгоритм ұғымы, жалпы алгоритм дегеніміз оқушылар, белгілі бір іс-әрекеттің өзінің реттілігін сақтай отырып орындалуы. Жақсы балалар, ендеше топтық жұмысқа кезек берейік. Класс бізде екі топқа бөлініп отыр. Біздің бірінші топ неліктен компьютерлік ойындарда лабириттер көптеп кездеседі деген сұрақтың төңірегінде топпен ақылдасып жауап іздестіресіңдер. Біз білеміз, компьютерлік ойындардың көпшілігінде лабиринт кездеседі. Жалпы лабиринт біз қай ойындарда кездестіреміз, білесіңдер ма? Майнкрафт ойындарында көптеп кездеседі. Яғни біз не істейміз ол жерде? Лабириттен шығу үшін іс-әрекеттер орындаймыз. Қандай іс-әрекеттер орындаймыз? Алдыға жүру, артқа жүру, оңға, солға жүру деген сияқты. Енді сендерге тапсырма осы неліктен компьютерлік ойындарда лабиринт көптеп кездеседі деген тақырыпта өздеріңнің іздестіру жұмыстарыңды постер арқылы қорғайсыздар. Ал екінші топ, біз лабиринттерді не үшін математикалық жаттықтырушы деп атаймыз? Неге біз лабиринттерді математикалық жаттықтырушыға жатқызамыз? Себебі онда біз не істейміз? Көп және сонымен қатар ол біздің миымызды жаттықтыруға арналған әртүрлі тапсырмаларды орындау арқылы лабириттен шығудың іс-әрекетін қарастырамыз. Яғни біз бүгін лабиринттерді не үшін математикалық жаттықтырушы деп атаймыз деген сұрақтың төңірегінде постер қорғап, тақтада жұмыстарыңды маған көрсететін боласыңдар. Ал кеттік, топтар жұмысты бастаймыз. Екінші топ, сендерге екі жұлдыз бір тілегім келеді. Бірінші тілегім, сендер топтық жұмысты жақсы жасай алдыңдар. Екінші тілегім, сендер математиктарыңды көрсетіп тұрсыңдар. Сендерге ұсынысым, осындай топтық жұмыстарды тағыдан дамыты бердіңдер. Жақсы балалар, енді біз жұптық жұмысқа кезек берейік. Мен сендерін жұптасып отырарыз. Өзіміз жұптарыңмен берген тапсырманы орындаймыз балалар. Мына жерде әрқайсыңа жеке-жеке жұптық тапсырма беремін. Сен өзің орындай ғой. Біз екеуміз жұптасып орындаймыз. Бұл жерде алгоритмнің орындаушысы және олардың командалары және лабириттен шығудың дұрыс бағыттарын көрсетулерін қажет. Қазір осы тапсырманы орындай қойыңдар. Балалар, енді біз келесі жеке жұмысқа кезек береміз. Бізде жеке жұмыс лабириттен шығудың қадамдары арқылы біз мына жердегі құсқа лабириттен шығуға көмектесеміз. Барлығымыз қазір жеке компьютерге отырамыз, Code.org сайтындағы берілген тапсырмаларды компьютерде орындаймыз.
Жақсы балалар, ендеше қазір біз бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді SMS хат арқылы менің мына конвертіме хат жазып маған сала қойыңдар, иә? Қазір алдарыңа стикерлерді беремін. Өздерің бүгінгі сабақтан не түсіндіңдер, не ұқтыңдар, қай жері қиын болды, қай жері сендер үшін оңай болды және қай жері қызықты болды, сол туралы хат жазыңдар маған. Сөйтіп менің конвертіме келіп салып кетулеріңе болады. Бүгінгі сабақта балалар өте қызығушылық танытып қатысты. Және сонымен қатар балалар өздерінің лабиринт туралы ұғымдарын қалыптастырды. Лабириинттен шығу үшін әртүрлі әрекеттер орындау қажеттігін олар түсінді. Және сөздік алгоритм құрастырудың әрекеттерін білді. Алгоритм ұғымымен толық танысып шықты. Топтық жұмыста олар лабиринттің тек қана кітап жүзінде емес, өмірде де пайдалануға болатындығын, лабиринттен шығудың жолдарын қарастыруды, компьютерлік немесе смартфон ойындарда лабиринттерді қалай пайдалану қажеттігін олар ұғынды. Жұптық жұмыста олар бірлесіп жұмыс жасады, қызығушылықтары өте жоғары деңгейде өткізілді. Ал жеке жұмысқа келер болсам, жеке жұмыста балалар өте бір қызықты әрекеттерді орындау арқылы лабиринттен шығудың жолын қарастырды. Және бүгінгі сабақ өте бір қызықты және тартымды өткізілді. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.